Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма ең бірінші подписаться етіңіздер, өйткені мен деген апта сайын сіздерге тәтті тағамдардың рецептілерімен бөлісіп отырамын. Бірақ бүгінгі тақырып ол туралы емес. Кеттік, жалғастырамыз. Монетизация деген не? Монетизация дегеніміз, сіз YouTube-тың екі талабын орындасаңыз, YouTube-тан ай сайын ақша алу мүмкіндігіне ие боласыз. Ол қандай екі талап? Ең біріншісі, сізде соңғы бір жылда салған видеоларыңыз 4000 сағат қаралым жиналу керек. Демек, сіздің соңғы бір жылда салған видеоңызды адамдар 4000 сағат қарау керек. Ал екінші талабы, сізде 1000 оқырман болу керек. Демек, YouTube каналының қолданушыларының ішінен 1000 адам сізге подписаться ету керек. Монетизация осы екі талапты орындағаннан кейін, сізге YouTube ай сайын ақша төлеп отырады. Ал қанша екенін келесі видеода айтамын, егер сіздерге қызық болса. Комментарийға жазып кетіңіздер. Қызық емес. Осы видеоны қарап отырған кейбір адамдарда мынадай сұрақ туындауы мүмкін. Ал сенің өзіңнің каналың монетизацияға қосылған ба деген. Жоқ, менің каналым монетизацияға қосылмаған. Менде тек қана 500 оқырман бар және 100-ден аса сағат қаралым жинаған. Ол үшін маған әлі көп жұмыс жасау керек. Видеоны өте жиі салып тұру керек. И менің видеоларымның барлығы атып тұру керек. Яғни видеоларымның барлығы адамдарға өтіп кету керек. Ол үшін сіздер мына видеоны көрген бойда лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, өз ойларыңызды жазыңыздар. YouTube туралы мысалға сіздер бір жақсы рецепт көрсеңіздер, мені оны бір келесі адамға таратыңыздар деген сияқты. Сол кезде каналымда неғұрлым адамдардың активности көп болады, соғұрлым менің каналым тез сағат жинайды, тез қаралым жинайды да, мен монетизацияға қосыламын. Мен деген білесіздер ма, өзімнің жүріп келе жатқан жолымды осылай көрсеткім келеді. Адамдарыңызға рахмет, міндетті түрде подписка жасап кетіңіздер, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар.